Қараңыздар, сөндірмеңіздер, парақшаны қараңыздар, мінекей. Бұл не үшін жаттығу, айтыңызшы. Сіздердің мынау миыларыңызды жақсартатын жаттығулардың бірі. Өйткені мынау біз тепе-теңдікке бәріне жауап беретін мозжечок дейді. Ал кәріліктің белгісі ол бұлшықеттерде қана емес, мидың да кәрілігі болады. Сол үшін сондай болмас үшін сіздерге жаттығулар. Білесіздер ғой, жаңа істеп отырған кезде әр нәрсені бүйтіп ұстап тұрып істеуге болады. Көрдіңіздер ме? Кішкентай кезімізде ойнаушы едік қой. Айырбастап, оң қолға, сол қолға, сосын бір саусақпен, мінекей, көрдіңіздер ме? Бір саусақпен де осылай істеп. Бұл тепе-теңдікке, көрдіңіздер ме? Мынау ми шаршаған кезде мынау фоновый шум дейді ғой. Әр жақтан дыбыс келсін, цифровой шум болсын, соны неткен кезде бәрін ұмытып кетесіз. Осындай нәрсе істеген кезде бар ғой, мінекей. Концентрация деген ұрып тұрады. Осындай кез келген нәрсені, әр нәрсені, мінекей, осы ұстап аласыз, самокат болсын, детский, мінекей, қараңыздар. Мына жерде жасасаңыздар, жеңіл ортасынан ұстап тұрсаңыздар, мінекей. Ал оны былай қиындатуға да болады. Мынандай жеріне қойып қоясыз, мінекей. Сосын былай ұстап тұрасыз, міне. Көрдіңіздер ме? Осындай нәрселер істеп тұрсаңыздар, баланс деген не деген өте керемет, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Парақшаға жазылып таратыңыздар осы видеоны.